Бейсенбі күні Ресейдің Украинаның Одесса облысындағы жолаушылар пойызына жасаған дрон соққысынан 2 адам қаза тапты. Шабуылдан қаза тапқандар бригаданың 2 мүшесі, пойыз машинисі мен оның көмекшісі. Жолаушылардың ешқайсысы зардап шеккен жоқ. Украина президенті Владимир Зеленский X желісіндегі жазбасында пойыз бортында 100-деген адам болғанын айтып, Ресейде тек бейбіт тұрғындарды тасымалдап бара жатқанын біле тұра, тепловозды әдейі нысанаға алды деп айыптады. Соңғы айларда Мәскеу Украинаның бейбіт және маңызды инфрақұрылымына шабуылды өткендіктен, бұл Ресейдің жолаушылар пойызын алғаш рет нысанаға алу емес. Біріккен ұлттар ұйымының жақында жариялаған баяндамасында Украинадағы бейбіт тұрғындардың өлімі шілде айында рекордтық деңгейге жеткені хабарланды. Бұл 2022 жылдың мамыр айынан бергі ең жоғары айлық көрсеткіш. Баяндамада сол айда кем дегенде 437 бейбіт тұрғынның қаза тапқаны анықталды. Бұл маусым айымен салыстырғанда 30%-ға және өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда 70%-ға көп. Украинада соңғы айларда Ресейдің маңызды және әскери инфрақұрылымына қарсы науқанын күшейтті. Украиналық бақ бейсенбіде Ресейдің Башқұртстан аймағындағы ірі мұнай өңдеу зауытында, сондай-ақ жақын маңдағы Уайлберес қоймасында өрт шыққанын хабарлады.